Қайырлы күн, қалайсыздар? Ұйқысынан қайрат пакет алмайсың ба? Новая машина деп. Несі, я говорю, мұны бір түрлі екен, иә? Танк ұқсап, танк істейді батқан сияқты бейіп-бейіп. Адамдар жоғарыдан қарап, сөйтіп тұрады екен ғой, сосын өзінше отыратын істемей жатады. Жив айтатындар, өнше отыратындар сол екен ғой, қазір биіктен бүйтіп қарап отырады екен ғой, адамға бүйтіп ше. Ал бүгін бізде жақсы бір күн. Тағы бір жақсы күн өміріміздегі деп айтайық. Еркежан мектебіне бара жатырмыз. Ашық сабақ бүгін, прям біз ол жерде қонақпыз. 10 күн бойы, 2 апта бойы дайындалып жатыр. Біз келеді деп. Сол еще кешігіп жатырмыз немножко. Сол жаңағы Ғабиден Мұстафин жазушыға арналған тема тақырыбы. Бірақ біз ол жерде арнайы қонақ болғанбыз. Мен өнер көрсетемін, Қайрат сөз сөйлейді деген сияқты. Бүгін осы апта бізде ата-ана күні. Енді соны атқарып жатырмыз. Келесі көшеде тұрған мектеп қой, біз үйдің тап басындағы мектеп. Соған өзінше машина барамыз. Ой, пробка мына жер. Жеу давно уже отырып дедік ар жақта. Пробка машина ішіне отырмыз. Айттым, жеу бара салайық деп. Машина барайық деп. Конференциямыз аяқталды. Бүгін жұма екен, апайлар шетпек дайындап қойыпты. Жарайсыңдар балалар, керемет бүгін конференция болды. Мектептің асханасында тамақ ішіп отырмыз. Дәмді бе екен? Мектептегі дәм болды. Да? Иә. Мектептің асханасы өте дәмді болады ғой. Әдейі осы жерде қалып тамақ ішіп отырмыз. Балалармен бірге.